Қайырлы кеш. Біз осырғанда пойызға отырдық. Астана қаласына жүріп бара жатырмыз. Міне осындай шағын ғана GoPro камерасын берген эксклюзив продакшн. Нурикке рахмет айтамын. Астана қаласына жол тарттық. Біз жезған пойызға жақсы болды. Қызылорда Астана пойызы тікелей баратын. Бұрын біздері Қызылорда арқылы болмаса Ақтөбе арқылы жүретін едік. Пересадка жасап ұзақ 1,5 күн қылып. Қазір прямой 28 сағатта тікелей баруға болады. Қызылорда қаласынан Ақылбек досым мінді. Жолдан біз міндік. Енді білмеймін, біздің бұрыннан келе жатқан біздің таферіміз біле бермейді. Аслан деген, Аслан. Көбісі біле бермейді, тани бермейді. Және сонда осы Асланның өзі қосқан інісі бар тағы. Тафер бір жағынан қазір енді бұл Аслан видео музыкаға жауап беретін болса, Мадияр деген видеоға жауап береді осы жігіт. Осы төртеуміз бара жатырмыз. Астана қаласына ғалым бар, Данияр қосылады, барлығымыз қосылады. Бұйырса алда ойын болады. 11 ақпан түлектер ойыны. Одан кейін 17 ақпан суперкубок. Қазір түн, қазір енді мынада бірінші күні ғой, пойызға мінгенде осындай тамақ болады. Сосын таңертең жоқ болады бұл. Таңертең жарты сағаттай жоқ қойды. Ақылбек, енді Ақылбек Қызылорда қаласына мінгеннен кейін көбінесе бұл пойызға көбісі міне бермейді екен. Ақылбек бір өзі келді, бір купенің ішінде. Қалай келдің Ақылбек? Жақсы. Иә. Не қызық болса ортада? Ешқандай қызық болған жоқ. Өзім даусымды ұмытып қалдым. Сөйлей алады екенмін, аралға келген кезде тілім шықты. Ешкім жоқ енді, не істеймін кафеде. Аяғым ауырып тұр. Қысқа. Жолға шыққан кезде, ұзақ жолға шыққан кезде керек нәрселер. Ол наушник керек, тамақ керек, зарядка керек, кітап оқитындар. Мен кітапты ұмытып кеттім. Және ең бастысы надо удлинитель керек. Чак керек. Надо удлинительді коридорда бір розетка болады, соны қосып қоясың да купеге кіргізіп аласың. Осылай. Сосын куртка керек шығар, далаға шығуға. Куртка керек. Сосын не керек? Куртка керек, дұрыс. Куртка керек, сосын бас киім керек. Қайырлы күн достар, бүгін Астана қаласына таңертең түстік. Астана қаласы салқын екен, мына северден осындай осы жерден пәтер алып берді. Барлығымыз қазір фестивальға бара жатырмыз. Қазмедиа орталығына ең соңында жүріп, арттарынан түсіріп келетін жігіттердің мынау Мадияр. Мына баланың бәрін танисыздар. Қазір бері қараса Марғұлан Ералаш деген командада ойнаған қазір биші. Қайда жұмыс жасап жатсың? Наз театр. Наз театрында биші. Театр Наз. Жақында Түркиядан келді. Одан кейін Ақылбек Скендіріп. Астана салқын ба? Ой, жоқ, нормально. Үйрендің ба? Үйренген жоқ, нормально. Және Астана қаласында тұрып жатқан ғалым Махамбет, фестиваль құтты болсын. Фестиваль құтты болсын. Және біздің музыкантымыз, таферіміз осы Арал қаласында барлық командалардың тафері болып келатқан. Жүрісті қарды, жүрісін өзі айтып тұр ғой. Бүткіл команданың тафері екен. Бәріміз осыған қараймыз. Аслан Алибаев, бері қараңыз. Қайырлы кеш. Астана қалай? Астана қалай? Астана салқын. Және мен Төребек. Басында аяз болды жаман. Қазір Қазмедиа орталығына бара жатырмыз. Қазмедиа орталығында түлектермен кездесу болып жатыр дейді. Сол жаққа бара жатырмыз. Сәл кешігіп бара жатырмыз енді. Жігіттер үй міне мынау Қазмедиа нетір. КТЖ Қазмедиа нетір. Осыған бара жатырмыз. Болған соң, 100 жылы тілімді өткір, тілекті жүрек жағынан жарымды еткен. Мұсылманның баласы болғаннан соң, ассаламағалейкумге тілім кеп тұр.
осындағы барша жайдарманшылардың көңілі ғой. Барыстар, барыстар, иә. Барыстар, жайдарманшылар барлығы жиналып, тілектер ойыны. Осы кештің тізгінін алу үшін Шымкенттен Наурыз болады. Грант Урал. Маусым құтты болсын тағы да. Біз контрдан жарысатынбыз. Иә, бірақ Әлі ала алмай жүр бізді. аламыз. Алла разы болсын алда. Бүгін міне Астана қаласында Қызылорда филиал директоры Әлиби Басаров. Жаңалықтар өте күшті Марапаттар жаңалықтар құтты болсын. Рахмет. Үздік әкімгер. Осы жолы Қызылорда қаласында қандай ойындар енді? Республикалық бірінші лига. Республикалық бірінші лига дайын болды. Бізде үздік жетекші деген республика бойынша үздік жетекші және де үздік әкімгер деген номинацияларды алдық. Алдыңғы жылы үздік лига деген номинацияны алған болатын, осы енді келер жылы үздік филиал деген деп отыр. Дұрыс, берет шығар. Бұйырса, сәттілік командаларға сәттілік тілеймін. Бүгін рахмет. Керемет кездесу болды. Айдос ешін танымайды шығар. Достар, енді бүгін міне қасымызда Аралдың жігіті біздің командада ойнаған кезінде Айдос Кемәдідаев қазір редакторсыз. Маусым Ашарда. Маусым Ашарда редактор. Жалпы командалар қалай? Жақсы, сіздің кездеріңіз жеткен еді. Айырмашылық қалай? Қазіргілер енді кезіндегілер қандай болды? Қатты желание бар. Кібіріне қазіргілер көбісінің ойында тек жұмысында етергеш болды. Біздің кезімізде енді кібін жыртып өтіп отыр. Енді алдағы уақытта жалпы сапаға жұмыс жасаймыз. Бұйырса. Алматы айтпақшы бірінші лига, естіп жатырмыз, үлкен жақсы. Енді сіз Алматы қаласында редакторсыз. Алматы қаласында қандай лигалар бар? Алматы қаласында республикалық мектеп лигасы бар, үлкендер және кіші топ. Одан кейін республикалық премьер-лига, сосын республикалық Алматы лигасы бар. Айдос бірінші лиганың біздегі Қызылорда бірінші лиганың редакторы. Кеше бір әңгіме айтқан екінші Төкен болады. Екінші ятау, бірінші Төкен, екінші мен. Осы екеуміз редактор боламыз Қызылорда қаласында. Жақсы жұмыс болды. Өте жақсы жұмыс болып жатыр. Және Алматы қаласына бұйырса біз алдыңғы жылы бара алмай қалдық. Біз бұйырса Алла қаласа Арал ауданы оқушылар үйіне күтіңіздер, Аралдан бір команда. Аралда постоянно Болды. Көмектесеміз. Орын бар. Астана салқын ба, ақыл? Астана Салқын ағайын. үй жаққа бара жатырмыз, үй жаққа 11-інде түлектер ойыны. Астанада мұрты сүрткен негізі. Түлектер ойыны. Ой, тасашы түлектер ойыны. Түлектер ойыны, ақыл. Ардамен кездесеміз онда. Түлектер ойыны, дайындық. Астана қаласы күннен өсіп келе жатыр, онда керемет ғимараттар бар. Ain't nothing like a red bone chick.